Қызымда не болды ғой, миома киста 1 жыл болған памперспен жүргелі. Содан бір қайнағамыз қайтыс болып, жаңа Жазира Әліпбекова. Отырып тұрып, жылап тұрып айтты ғой, маған тәте осы продукцияны алып бермеш. Соң келдім де әкесі 100 мың алып келейін мен деп, мен йодом хелді алып бердім. 5 күнде результат берді. 5 күнде жаңа қаным тоқтады памперс. Соны қуанып Жазира қайтты, Жазира менде қан тоқтады, менде ештеңе жоқ деп. Бей, тоқтай тұрмайсың да, сен нервің жеткенде жетіп келуші еді ғой. Содан айбат жүрді, соны 2 айдан кейін жаңа қайтадан ағыл теңір. Қайттан қаным? 2 айдан кейін прямо комок бәрін түсірді. Қазір енді тура 18-ді қыздаймын дейді, 3 күн келеді. Мен ол бір жерден шығу керек қой. Маған ұрсып, сен әкеп беріп, әлі менен кетіп жатыр қан деген өлетін болдым. Ол тазалап сен бір жерден шығу керек қой. Ол қайда кетеді? Өзіңіз қандай іштіңіз? Өзіңіздер қандай? Өзіңіздің жақсы қанша дейді? 42-де. 2 қызы бар. Март кісімен қосылып істейміз деді ғой. Ол әлі ұл туғысы келеді.